Сәлеметсіз бе құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. 2025 жылда Қазақстанда не болмақ? Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписывать етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін қабатталла қабырғасын соғыске нәсіп етсін. Ал ода біз бастадық. Қазақстандықтар 2025 жылы қанша күн демалады? Келесі жылы қазақстандықтар жаңа жыл менен Наурыз мерекелерінің қатарынан бірнеше күн демалыс күні күтіп тұр. Қаңтардың бірінші аптасында 5 күннің тек біреуі ғана жұмыс күні болса, ал наурыз қаңтарында 5 күннің демалыс беріледі деп хабарлайды Бақ.кз ақпарат агенттігі. 6 күндік жұмыс істегендер есептемесінде 2025 жылғы демалыс күндері келесідей күтіледі. Қаңтарда жаңа жылға 4 күн демаламыз. 1, 2, 3 және 4-5 қаңтар күндері. Рождество мерекесіне байланысты 2025 жылы 7 қаңтар сейсенбі күні демек қосымша демалыс күні болады. 2025 жылы 8 наурыз халықаралық әйел қыздар күні сенбіге келеді, сондықтан 10 наурыз дүйсенбе қосымша демалыс беріледі. Наурыз мерекесі 21-23 наурыз аралығында жұма, сенбі, жексенбі күндер келеді, сондықтан 24-25 наурыз күндері қосымша демалыс беріледі. Жалпы демалыс 5 күнге жалғасады. 2025 жылы мамырда Қазақстанның халықтың бірлігі күніне 1 мамыр, отан қорғаушылар күні 7 мамыр және жеңіс күні 9 мамыр күндері ыңғайлы болу үшін демалыс жұмыс күндеріне ауыстырылуы мүмкін. Маусым айында Құрбан айт 6 маусымға тура келеді. Шілде айында Астана күні жексенбі сәйкес келуіне байланысты 3 күн қатарынан демаламыз. 2025 жылы тамыз қыркүйек айларында Конституция күні 30 тамыз, сонымен қоса қосымша демалыс 1 қыркүйекке қосылады. 2025 жылы қазан айында республика күніне демалыс күнге сәйкес келеді, сондықтан тағы бір күн қосымша демалыс болады. 2025 жылы желтоқсанда тәуелсіздік күні сәрсенбіге тура келген себепті қазақстандықтар қосымша демалыс күнін сыйланады. Ерте сала кетейік. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 85 бабы 3 қатарынан сәйкес мереке мен демалыс күндері жұмыс уақытын ұтымды пайдалану үшін еңбек жөніндегі уәкілетті орган демалыс күндерін басқа жұмыс күндеріне ауыстыруға құқылы. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.